10-12 жасыма дейін мен үшін әкем қаһарман болатын, оған көңілім толатын, менің айтқанымды қылатын. Өскесін әкем сияқты болғым келіп, оның жүріс-тұрысына, болмысына еліктедім. Әкемдей артық жан жоқ деп өзге біреуге елікпедім. Бір қызығы, 5-ші сыныптан соң әкемнің көзқарасы күрт өзгерді. Кез келген ісімді жылы сөз емес, қаталдықпен сөді. Бұрынғыдай қалағанымды әпермеді, еркелігімді көтермеді. Маған деген махаббаты сөнген екен деп ұйғардым. Енді мен оның әр ісінен мін іздеуді шығардым. Әрбір сөзін сынадым. 18 жасымда оның ақылын тыңдауды доғардым. Оның ұстанымы ескіліктің сарқыншағындай сезілді. 22 жасымда наным, сенім, саясат пен тәрбие мәселесіне қатысты әкемнің көзқарасына қайшы ойларымды батылдана батыра айтып жүрдім. Әкем жақтырмаса да үндемей шыдап бақты. Біздің ауылда Асан деген жас жігіт бар еді. Ол әкеммен қызметтес болатын. Оның әкеме деген ықыласы ерекше еді. Кейде әкеме таңертең буы бұрқыраған ыстық нан әкелетін, жұма күндері ыстық сүт жеткізетін, демалыс күндері әкеммен әңгіме дүкен құрып, далада ұзақ уақыт өткізетін. Екеуі балық аулауға, кейде тау-тасты аралауға шығатын. Бірде мені де балыққа ерте кетті. Түске дейін бәріміз балық ауладық. Содан соң Асан екеуміз ас қамдадық. Ол менің әкеме деген сыншыл, сыңаржақ көзқарасымды байқаса керек. Ол маған бұрылып сөз бастады. 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп шеше болмас деген. Әкеңнің қадірін біл, айтқанын тыңдап, құлағыңа іл. Әкең майыссаң тіреуің, сүрінсең сүйеуің емес пе? Сен әкеңнен 6 батпан артық тудым десең де, 7 батпан жетпей туасың. Себебі бала әкеге 5 жыл жұмбақ, әке балаға өмір бойы жұмбақ деген. Менің әкем ес білмес шағымда дүниеден қайтты. Қазір оны жиі сағынып, бір сәт болса да жүздесуді аңсаймын. Бірақ өлгенде тірілте алмайсың ғой. Ал мұндай бақыт үнемі сенің көз алдыңда тұр. Есіңде болсын, бұл дүниеде өзі жеңілсе де, сенің жеңгеніңді қалайтын бір адам бар. Ол әкең. Соны түсін, деді. Сол күннен бастап әкем қайтадан қаһарманыма айналды. Жүрегімді оған деген махаббат жайлады. Өкініштісі, әкем ұзамай келмес сапарға аттанды. Тірісінде қадіріне жете алмадым деп кеудемді өкініш таптады. Бүгін тағы бір әкенің өмірден озғанын естідім. Марқұмның ауырып жатқанына біраз болғанын білуші едім. Ол Лар қаласындағы ауруханада жатқан. Оның баласы Ширазда бір кеңсенің департамент директоры болып қызмет атқаратын. Жұрттың айтуынша, ол соңғы күндер кеңседегі жұмысы аяқталысымен 350 шақырым жүріп, әкесін көруге асығып жетеді екен. Ертеңінде таң сәріде әкесімен қимай қоштасып, Шираздағы кеңсеге кетеді екен. Асан директор мырзаға да бұл дүниеде өзі жеңілсе де, сенің жеңгеніңді қалайтын бір адам бар. Ол әкең деп айтқан шығар деп топшыладым.